Көксу ауданының Балқып ауылының Қадырәлі Қосымов Жалайбай атындағы орта мектеп гимназиясының 10-шы сынып оқушы Юсупқожа Қадырәлі. Қазақ елім үміт аты бір ұлым. Сізбен кездескеніме қуаныштымын. Бейсен Құрманбек халқымыздың бір туар перзентінің бірі. Еліміз мақтан тұтар тұлға, мықты журналист, адал дос, сүйікті жары, абзал әке. Біз марқұм ағамызды мақтан тұтамыз. Ағамыздың айтқан әр сөзі, басшылық жасаған әр бағдарлама бізге үлгі. Біз Бейсен ағамыз жайлы әлеуметтік желілерден, кітап беттерінен таныспыз. Әлде болса да ағамыз жайлы білгім келеді. Рұқсат етсеңіз, бірнеше сұрақтарым бар еді. Бейсен ағамыз өзіне ғана тән қандай қасиеттерін айта аласыз? Бейсен аға туралы айтатын болсақ, Бейсен ағамыз жан-жақты. Оны қай жағынан алып қарасаңыз да, дүлдүл деп айтып, топты жарып, оза шабатын жүйіттер болады ғой. Кез келген, мысалы, ол кісіні ақпараттық жақта да, ол кісіні зерттеу жақта да, мысалы, репортаж дейді ғой. Сол сияқты кез келген жанрға, кез келген журналистикада, кез келген ортаға салсаңыз, мысалы, ол кісі барлығынан шебер болады. Ол ешқашан қайталанбайды. Бір туар тұлға ешқашан қайталанбайды. Ол кісінің тағы бір ерекше қасиеті телеарна арқылы, жаңалықтар, өзінің одан кейінгі бағдарламасы арқылы қоғамдағы түйткілді мәселелерді шешуді әкелген ең алғашқы тұңғыш журналист. Бұл өзіне тән қасиет. Екінші сұрағым, жұмыстағы Бейсен аға туралы айтсаңыз. Жұмыстағы Бейсен аға туралы айтқан мен Бейсен аға кеткеннен кейін келдім жұмысқа, бірақ енді солардың көзін көрген ағалардың айтуы бойынша ол кісі нағыз басшы. Ол тек қана видеода немесе жұмыстағы қарапайым адам емес, ол кез келген адамның тілін табады. Тіпті мына күзет дейміз ғой, охрана дейді ғой. Күзетшінің де тілін табатын, ол жүргізушінің де көлік жүргізушісі, өзінің жеке жүргізушісі, оның да тілін тапқан. Ол кез келгенмен сөйлескен жандық әріптестерді айтады мақтанышта, ол сондай бірегей деп айтып қойды. Ол ешкімнің көңілін қалдырмайды. Бәрінің де тілін табатын, сондай текті, үлкен асыл азаматымыз, ардақты ағамыз деп айтуға болады. Ол үйде де, түзде де, қырда да, ол жұмыста да, қай жерге салсаңыз да, ол өзінің өмір биігінде, ол ең биік шынында ағамыз. Бізге қазір жастарға не айтамыз? Қаракет ет батырым, Бейсен ағаның өзі айтқан сияқты, Бейсен ағаның мысалы кез келген бір күнін алсаңыз, кез келген бір күн, оның өзінің режимдері бар, мына жерде кездесуім бар, мына жерде жолдастық кездесуім бар деген сияқты, тағы да басқа. Сол сияқты Бейсен ағаға еліктеп, ол кісі айтып кеткендей қарекет ету керек. Тек қана ол білімде ғана емес, жан-жақты спортпен де шұғылдану керек. Бейсен ағамен көрсеңіздер болады, ол кісінің өзінің спортпен айналысқан, одан жоғарыда барлығы сол Бейсен ағаға еліктесеңіздер, жаман болмайсыздар. Құрметті Санжар Нұрсұлтан Назарбаев, алтын уақытыңызды бөліп бір тұлға еліміз мақтанышы жерлесіміз Бейсен Құрманбек ағамыз жайлы айтқаныңызға көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.